азық-түлік бағасы қымбаттап жатқанына қарамастан қарапайым халық қалтасы қағылса да, дайын өнімге жүгіруді жөн санайды. Бұрынғыдай ауласында бау-бақша жарып, көкөніс пен жеміс-жидегін өсіріп, өз-өзін ішіп-жеммен қамтамасыз етіп отырғандар қарасы азаюда. Осы орайда қазір өңірлердегі әкімдіктер ауласында шағын ферма, кішігірім жылыжай ашпақ ниетті азаматтарға несие қарастыруды ойластырып жатыр. Тілші материалы. Қызылордалық әкімхан Жүсіпбеков жыл сайын есік алдын көктейді. Алақандай ғана 6 сотық жерде көкөністің түр-түрі бар. Қияр мен қызанақтан бөлек жүгерінің де шығымы жақсы. Биыл алма, алмұрт пен өрік ағашы да жемісті молынан беріпті. Яғни өзгенің емес, өзінің өсіргенін тұтынатын зейнеткер қарным да тоқ, қалтам да бүтін дейді. Қартты базардағы баға емес, ауладағы су мәселесі көбірек алаңдатады. Ертеректе болатын канал, арық, кішкене арық. Сол арық кейіннен мына үйлер салынды, анау арықтың суы сыртқа шығып кететін болды. Дегенмен де мынау қолдан жаңағыдай су қорған судан гөрі арықтың суы жақсы болады ғой. Өзінің қорегі бар, жеміс ағашқа жақсы болады, жылы су дегендей. Енді сол су бір тағы да көшемізді жағалап бір жүріп өтсе деген ойларымыз бар. Көкшетаулық Раиса Эвенкова да көкөніс пен жеміс-жидек іздеп базар араламайды. Бәрі өз ауласында өседі. Жаз бойы жинағанды қысқа әзірлеп сақтайды. Шағын жерден алып отырған өнімі өзінен артылса, көршілерімен де бөліседі. Кормимся с этого огорода. Азық-түліктің бәрін өз ауламнан алам. Биыл көкөніс 19 шілдеден шыға бастады. Картоп, сәбіз, қызылша тез пісті. Жем-жидекті жетерлік. Алмадан қайнатпа әзірледім. Базардағы баға маған қызық емес. Сондықтан өзің осылай еңбек етіп, азда болса өнім өсірген дұрыс. Қысқа дейін үлгерсем тағы біраз көкөніс егемін. Бау-бақша егуге ден қойғандардың бірі Өмірбек Мамытов. Кәсіпкер бір науқанда 240 тонна қызанақ, 100 тонна қияр жинайды. Нәпақасын қара жерден тауып отырған азамат өнімді өз өсіргеннен гөрі базардан сатып ала салғанды жөн санайтындарды сынады. Еңбек етпек адамға қол байлау жоқ, керісінше қолдау бар дейді ол. Қуаңшылыққа қарамастан осы кәсіпті ата кәсібіміз ғой деп осыны жалғастырып, осыны Маңғыстау облысының егінмен қамтамасыз етейік деп үлестерімізді қосып, осы кәсіппен айналысып, осының жемісін көріп жатырмыз. Мынау алқапты шөл даладағы оазис дерсіз. Бас аяғы 2 жылдың ішінде бұрын бос жатқан бұл жерді Мырзашөл өндірістік кооперативі жайқалтып отыр. Бұрын мал шаруашылығы дамыған Тарбағатай ауданы бүгінде сапалы көкөніс, бау-бақша өнімдерін өсіреді. Бағасы қолжетімді, себебі өзіміздікі дейді шаруалар. Мысалы, картоптың келісі 50 теңге. Бұрындар оңтүстіктен келген, өткен жыл шығарып саттық. Базарды халыққа ыңғайлы болсын деп, арзан болсын деп, арзан бағада сатып отырдық. Енді келесі жұмадан шығарып бастаймыз базарға. Бұрын барлығы біздің ауданымызға тасымалданып әкелінетін. Ал қазір керісінше өзімізден асып жатыр. Ал кез келген халықтан сұрасаңыз, қазір ауданның әрбір үй біледі. Картоптың бағасы 50 теңге біздің ауданда. Ал бұрын 170, 180 сондай теңге болатын. Енді одан да түсуі мүмкін. Азық-түлік бағасы жыл санап өзгергеніне қарамастан қала тұрғындары тұрмақ. Ауласы мен даласы бар ауыл халқы шағын егіншілікпен айналысуды қойған. Бәрі дайын өнімге асық. Енді бұл олқылықтың алды алынбақ. Үй ауласында шағын ферма, кішігірім жылыжай не мал бордақылау алаңын жасау үшін ауыл тұрғындарына несие беру мәселесі қарастырылмақ. Әзірге бұл бастама Шымкент және Ақтөбе облыстарында қолдау тапқан. Жұрағат Баман аймақтағы тілшілер көмегімен қорытынды жаңалықтар. Ал осы кезде дүкен сөрелеріндегі азық-түлік бағасы құбылуда. Оған ұлттық валюта бағамының тербелісі де ықпал еткені анық. Арнамыздың тілшілері негізгі ішіп-жемнің өткен жылғы және биылғы бағаларын салыстырып көрді. Мәселен, қарапайым қазақстандықтың орташа жалақысы 2015 жылы 125 мың теңге болған. Бүгінде ол 133 мың теңге маңайында. Мысалы, базарға барарда қалтамызда 10 мың теңге бар делік. Бұл ақшаға өткен жылы 5 литр сүт, 50 жұмыртқа, 7 келі картоп, 4 келі күріш, 4 келі қант және 4 келі сиыр етін сатып алуға болатын. Ал биыл сол ақшаға көп нәрсе тимейді. Себебі статистика агенттігінің дерегінше биыл сүт өнімдері 8,3%-ға өссе, ет бағасы 6,3%-ға көтерілген. Ал қант бағасы 65,4%, шай 31,3%, май 28,6%, нан 27,1%, ал көкөніс 20,7%-ға қымбаттаған.